айтқан секілді сіздерді. Ойыңыз қандай? Біз эмоциямызды көрген шығарсыздар. Енді қатты таңғалдық. Осы қосылайық. Мен келгелі, осы мен келген периодтағы ең бір таңғалдыратын үміткер болды деп айта аламын. Мүлде күтпеген, кого угодно, любой адам, басқа только ол кісі мүлде ойламадық, потому что ол кісі бәрімізге енді осы қосылайықтың тұрақты келіп көрермендеріне өте мәлім кісі ғой, көз алдымызда жүрген кісі деген сияқты мүлде күтпедік. Бірақ енді неге көрмеске? Екеуі де бойдақ, екеуінің де басы бос. Жақсы, ең бастысы Маржанның жаңағы өзі қалаған көлігі туралы айтылған сөз құлағына жаққан сияқты. Ойыңыз қандай? Әрине, ол кім құлағына жақпайды? Ол бәріміздің құлағымызға жағады, ондай әңгіме. Бірақ енді бұл только әңгіме болып қала ма деп қорқып тұрмын да, енді бұл енді орындалмай қалса деген ойыңыз ба? Иә, сол жағынан қатты кетіп бара жатыр ма деп те ойлап қаламын кейде. Потому что енді қыз деген не надо очароваться, чтобы не разочароваться деген сөз бар. Сол сияқты қатты қазір ол кісі андай немен отыр да, осындай сөздердің бәрінде рас деп ойы, мүмкін рас па, білмеймін енді, ол жағын айта алмаймын. Бірақ енді біздің көзіміздегі құбылам, енді бәріміз танимыз, өзіміз гейлігін байқамадым. Чаңған бар екен Дегенмен енді бәлкім алда ниеті бар шығар, ал ниеті бар адам алда орындалады ғой мақсаты. Мүмкін, әрине ниеті бар адам міндетті түрде ол мақсатына жетеді деп ойлаймын. Қобыланды мырзаны тем более білеміз, өте пысық кісі. Анда айтамын, өте күшті кісі, өте еңбекқор кісі, енді көз жоқ қой, енді сол себепті жететін шығар. Бастысы бір-біріне үйлесім таба ма? Сырт көзге, иә, сырт көзге. Әзілдері де, бір-бірінің жалпы толықтырып тұрған секілді. Маған өте қатынап тұр бұл жұп. Шынын айтсам, бұл таныстық болып кетсе, өте жақсы, мүмкін гармонияға толы сондай бір күшті жұп шығатын сияқты. Потому что ол кісі ашық жарқын, күшті кісі екенін көріп тұрық. Бәріміз ал кісі бізде Маржан тоже әзілге жақын, реалист кісі ғой, сол себепті. Жақсы. Енді алда шымылдық ашыла ма, жоқ па, және бұл таныстық жалғасын таба ма, оны тікелей эфирде білетін боламыз, сол үшін де алыстамаңыздар деген келеді. Ал енді дәл қазіргі сұрақ, жаңа қалың мал туралы сұрақ қойылған болатын. Сіз өзіңіз жеке басыңызға қалың мал болу керек деп ойлайсыз ба, және қандай бағада? Мен осы сұраққа қатып өзім ойымды айтқым келді, бірақ уақыт жетпей қалды. Негізі біз тойдың болғаннан болады қызықта, оға дейін қанша біздің қазақтың күшті салт дәстүрлері бар. Бірақ біз осы салт дәстүрлерді біз өзіміздің әркімнің бағана егомызға байланысты андай құнсыздандырып жіберіп жатырық та, бағана санасып, сен мынанша беруің керексің, анау бұл мен жоқ бермеу керекпін, анау мынау деген сияқты, короче, болмайтын бір тақырыпты біз қозғадық деп ойлаймын. Ол біздің құндылығымыз, біздің қазақтың құндылығы, ол деген салт дәстүр деген ол бізге жат нәрсе емес. Сол себепті сонымен қатар андай нәрсеге қарсымын, қызды статусына, образованиясына байланысты, үйленген, үйленбеген деген сияқты соған қарай бөліп береді деп айтып жатыр да, как будто андай сортқа сияқты. Мен оған қарсымын. Бәріміз қыздық құндылықты жоғалтпау керек. Өте орынды айттыңыз, келісемін. Енді алда шымылдық ашыла ма, жоқ па, бірге көреміз көрермен.